премьер-министрдің протоколдық тапсырмасының негізінде заводтың баяғы ескі лампа накаливаниясын тоқтату бойынша шешім шыққан. Ошол чечим негізінде заводто ошол цех тоқтаған. Завод толық емес, определенный бір цехы. Цехте жалпысынан ошол бардығы бирге 550 адам сокращенияға алғанда душар болып тұрады да. Жалпысынан заводта ошол 1000 адам иштейт бүгүнкү күндө. Ошонун тең жарымы бүгүнкү күндө сокращенияга неме болуп атат. Daha gibi söylüyorsun, söylüyorum. Yok, yok, birkaç çıkmazsa, üzerinde birkaç gelmesi, bazı gelsen çoğu dere naçan kiçinesi, даже boş satmasyon naçan bekliyor olanlar ya, bekliyor. Hadi bey, bravo, biz kaç gideriz, öyle o işler düşünüyoruz. Урматтуу президент, сизден суранып кететелим. Ушу биздин Майли суу ламповый заводубуз мына 61 жылдан бери иштеп келатат. Siz uşu lampoyu zavodumuzga gözümü görсөтүп bizge жардам бериңизди суранам. Майли суу шаары сизден аябай жакшы сөздү, жакшы жаңылыктарды күтүп жатат. Адылбек Алишевич, канча бердик эле? 1 миллиард сом бюджет кредит берилген, бирок мына жакында эле бир отурумду өткөрдүм. Аны уставдык капиталга бермей болдук. То есть кайтарымы жок, уставный капитал. Мына 1 миллиард сом бердик жакында эле ага. Биз айттыганыбыз өлтүрбөй ушуну тирилтип, жандантып, өнүктүрүп кеткиле деп. Кудай буюрса эми иштеп кетет го деп ойлойбуз. Эми 1 миллиард сом менен иштете албаса анда ал өлүк адам да, өлүк жетекчи болот анда.